Көкпар жігіттердің күш қайраты мен ептілігін сыналатын ұлттық ат ойыны. Көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан қаймана халық қасқарды соғып алғанда денесін ат үстінде сүйрелеп бір-бірінен ала қашып лақтырып ойнаған. Кейін ол ұлттық ат спорты ойынына айналып көкбөрі, көкпар аталып кеткен. Көшпелі елдің керемет мәдениетін үлгі еткен көкпар ойынның бәсекелік сипаты жастардың күші мен ептілігін арттырып, көшпелі шаруа мен батыр сарбаз үшін қажетті батылдық пен ерлік қасиеттерін дамытады. Қазақтың батасынан басталады. Бата алып, өнген малды бауыздалып, қол аяғы кесіліп, төрт аяғы. Өйткені төрт аяғы бүтін болса, оны тарту оңай болады, сол қиын болу үшін, оны төрт аяғын кеспейді, асығын қалдырады, асық желкені. Көкпардың серкесі қасиет саналады. Ойын аяқталғаннан кейін оны Құдайдан бала тілеп жүрген әйелдерге берген. Мұндағы сенім жігіттердің мықты тақымына түскен серке нәресте келеді. Қазақ халқы міне көкпарға тек ойын ретінде емес, үлкен сенімнің құралы ретінде де қараған. Сол үшін де көкпарды бала күлкісін аңсаған шаңырақтың отағасылары беріп отырған. Біріншіден ата-бабамыздың салт дәстүріне жатады, ол спорт ойыны. Бұл жерде де қарап отырсаңыз, бұл неліктен бір-бірін өзіндік ерекшелік табады. Өйткені бұл деген жаңағы ауыр болғандықтан таңертеңнен бастап кеш жаққа дейін тартады. Бұл жаңағы ауанда адамға күш-қуат керек оны тарту үшін. Этнографтардың жазуынша көкпар аттылардың үлкен саны қатысатын жаппай тартыс және ойыншылары топқа бөлініп тартысатын дода тартыс болып екіге бөлінеді. Көкпар ойнатылатын алаң көлемі қатысушылар санына сәйкес бекітіліп, онда басы кесілген серке тартылады. Көкпар десе делебесі қозып тұратын қазақ үшін бұл ойынның маңызы зор. Көкпар түскен үй, сол жаңағы көкпардың етінен қуырдағы ұқсайды. Ол бір шетінен дәмді болады, өйткені көп сүттің қол тигендіктен ол өте дәмді болады. Содан кейін жаңағы қазақтың салтына байланысты сол деген біздің ауылдың салты бойынша сол үй келесі көкпарды сол керек. Жастар арасында 2004 жылы Қостанай қаласында алғашқы чемпионат өткізілді. 4 мемлекет бірігіп көкбөрі федерациясын ашты. Оған Ауғанстан, Ресей, Қытай мемлекеттері кірді. 2001 жылдан бастап Қырғызстан Республикасы президентінің кубогын өткізіп жүр. Дегенмен көкпардың дамуында мемлекеттік деңгейдегі үлкен серпіліс әлі де қажет. Жантас Тұран, Михаил Волобуев, Жаңа күн.